Шымкентте өзгерістер қажет етті. Ақ Жол партиясының ұлт мүддесіне арналған ауқымды кездесу өтті. Жиынға ұлт зиялылары, журналистер, ардагерлер, ғалымдар, қоғам белсенділері және партия мүшелері қатысып, елге ортақ өзекті мәселелер талқылады. Басқосуда мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, ұлттық құндылықтарды сақтау және әдебиет пен өнерді қолдау бағытындағы бастамалар кеңінен сөз болды. Мәдениетті ұлттық негізде қалыптастыру мәселесі. Осы мәселелердің барлығы ұсыныс ретінде түсіп жатыр. Осыны жалғастыра беру керек. Біз ол қолдаймыз. Яғни мәдениет болмаса ұлт болмайды. Ал мәдениеттің ең басты негізі ол тіл, мемлекеттік тіл. Сондықтан осы мемлекеттік тілді көтеруді жалғастыра беріңіздер деп парламент. Оған рахмет. Ал енді біздер барлық жерде тек осы мәдениет саласы ғана емес, біз экономикада да, салықтар мәселесінде де өз пікірімізді білдіріп келе жатырмыз. Мысалы, кеше халықты қолдап салыққа қарсы шыққан Ақ Жол деген, мысалы, мен өзімнің мақалам бар десе. Жиында сөз алған Қазбек Жарылқасынұлы Ақ Жол партиясының 2013 жылдан бері мұнай-газ саласындағы өнімді бөлу келісімдерінің ашықтығын табанды түрде талап етіп келе жатқанын айтып өтті. Қарашығанақ пен Қашаған кен орындары бойынша жасалған келісімдерде Қазақстанның үлесі ұзақ уақыт бойы шамамен 2% деңгейінде қалып келген айтылды. Партия бұл мәселені бірнеше мәрте көтеріп, келісімдердің жария әрі ашық талқылануын талап ететінін жеткізді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың да аталған келісімдерді қайта қарау қажеттігін айтқан болатын. Біз үшін де бір өзекті мәселе қозғалды. Мәдени саласы Шымкент қаласында мәдениет институтын ашу ұсынылды. Алдағы уақытта құрылтайда бұл мәселені Алла бұйырса көтеретін боламыз. Жиын соңында қатысушылар елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен ұлттық мүддеге қатысты ұсыныстарын ортаға салды. Аймақтағы Ақ Жол партиясының өкілдері мен белсенділері мұндай кездесулердің маңыздығын атап өтіп, көтерілген мәселелер алдағы уақытта да жүйелі түрде құрылтай деңгейінде жалғасын табатынын жеткізді. Ақерке Берекешева, арнайы әділет телеарнасы үшін.